Абай ол әлемдік дүние. Абай айтады ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй. Ол Алланы жаннан татты. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолсыз әділетті дейді. Енді әлемді тексеріп байқасақ, қандай философ болсын, қандай ғұлама болсын, біздің Абай солардың көңілінен, солардың ішінен шығады. Сондықтан енді бұл мен 2 адам болса да, 3 адам болса да, Абайды оқысам, айтсам, мен соған өзім көңілім көнеді. Абайды түсіну, оны білу өте қиын. Бірақ бір адамға сол Абайдың сөзінен бір жанына, жүрегіне, санасына бір қуат күш берсем, ол менің бақытым. Бұл енді 40 жыл бойы мен аңсап кеткен программа еді, моноопера деген секілді. Мен иншалла былтыр осы шығардым. Енді өзі олай жалғаса береді ғой. Бүгінгі қазір шығармашылығым осы еліме, жеріме, осы балаларға, оқушыларға, зиялы қауымға біз білім алуымыз керек. Біз мықты елміз, жеріміз қандай, еліміз қандай, өнеріміз мол, әніміз мол, жырымыз мол халық, әдемі халықпыз әлемде. Соның орнын алу үшін біз Абай жолғаны. Ол Алланың жолы, ол кешек жасып кеткен Мұхтар Әуезовтің ұлы Абай жолы, хақтық жол. Сондықтан әрине мен бүгін қандай керемет жастар отыр, тыңдап отыр. Мен соларға бір сәуле берсем, жүректеріне ұлағатты қуат берсем, одан астық арман жоқ.